Сәлеметсіздер ме? Сегодня у нас второй урок. Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Олай болса бастайық. Сіздерге сәттілік. Бүгінгі сабақта сегодня мы с вами будем изучать имя существительное, знакомиться с 4 видами окончаний, в том числе с окончанием множественного числа, учить новые слова и читать диалог. Естеріңізде болса, на первом уроке мы изучали специфические звуки казахского языка, которые не имеют аналогов в русском языке. Олар бізде 9 қазақ тілінің төл дыбыстары. Виды гласных звуков, дауысты дыбыстардың түрлері, жуан және жіңішке, окончание исходного падежа, шығыс септігінің жалғаулары. Затесем – самая употребительная часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопросы «кім», «не». Кім – адам, әке, жазушы, оқушы, аспаз. Не – тау, аң, құс, мал, ит. Вопрос «кім» в казахском языке употребляется только по отношению к человеку. Мысалы, кім? Дәрігер, мұғалім, адам. Все остальное отвечает на вопрос «не», независимо от того, одушевлен ли предмет или нет. Мысалы, не – кітап, қалам, мысық. В казахском языке есть различные виды окончаний, которые изменяют форму слов в зависимости от их грамматических характеристик. Итак, қазақ тіліндегі жалғау түрлері. Қазақ тілінде 4 жалғау түрі бар. Олар тәуелдік жалғауы, окончание притяжательной формы, жіктік жалғауы, личные окончания, септік жалғауы, падежные окончания, және көптік жалғауы, окончание множественного числа. Сонымен, көптік жалғау бұл жалғанған сөзіне көптік мағына беруші қосымша. Көптік жалғау – это окончание, которое, присоединяясь к слову, придает ему значение множественного числа. Көптік жалғауы – окончание множественного числа. Лар-лер, дар-дер, тар-тер. В каких случаях добавляем окончание лар-лер? После гласных букв и после сонорных и, р добавляем окончание лар-лер. После звонких ж, з, после сонорных л, м, н, н добавляем окончание дар, дер. После звонких б, в, г, д, после глухих к, х, п, т, с, ш добавляем окончание тар, тер. Сонымен көптік жалғаулары лар-лер, дар-дер, тар-тер. Смотрим, қараймыз. Мысалы, кітап, кітаптар, бала, балалар, қалам, қаламдар, кітап, книга, кітаптар, книги, бала, ребенок, балалар, дети, қалам,
ручка, қаламдар, ручки. Әрі қарай гүл, гүлдер, үй, үйлер, кілт, кілттер, гүл, цветок, гүлдер, цветы, үй, дом, үйлер, дома, кілт, ключ, кілттер, ключи. Смотрите, в составе казахского слова, как правило, могут быть или только твердые гласные звуки, или только мягкие гласные звуки. Когда добавляем окончание, смотрим на последнюю букву слова. Если последняя буква мягкая, добавляем окончание с мягким гласным звуком. Мысалы, гүл, у нас гласный, мягкий, поэтому добавляем окончание не дар, а дер. Гүлдер. Давайте теперь познакомимся с новыми словами. Отбасы, семья, жұмыс, работа, әріптес, коллега, мұғалім, учитель, оқушы, ученик, дос, друг, дәптер, тетрадь, кітап, книга, сөздік, словарь, қалам, ручка, үстел, стол, орындық, стул. Келесі сұхбатты оқып жаттығайық. Сәлем, Мадина. Сәлем, Аян. Қалайсың? Жақсы, рахмет. Сен ше? Мен де жақсы. Сенің жаңа кітабың бар ма? Я, жаңа кітап алдым. Өте жақсы. Бүгін мектепте не үйрендің? Біз отбасы туралы әңгіме оқыдық. Ой, мен де отбасы туралы көп білемін. Менің отбасым өте тату. Менің де отбасым тату. Біз бірге уақыт өткіземіз. Итак, давайте повторим наш сегодняшний урок. Мы проходили затесем, который обозначает предмет и отвечает на вопрос кім, не, кім, кто, не, что. Кім, ұстаз, кім, бала, кім, айдос. Не, мысық, не, тарақ, не, қағаз. Также мы познакомились с видами окончаний в казахском языке. Төрт жалғау түрі: тәуелдік жалғауы, жіктік жалғауы, септік жалғауы, көптік жалғауы. Окончание притяжательной формы, личные окончания, падежные окончания, окончание множественного числа. Көптік жалғаулары: ларлер, дардер, тартер. Балалар, үйлер, мектептер. Сіздерге тапсырма. Вам задание. Напишите в комментариях, добавив окончание множественного числа к этим словам. Қала, көше, қалам, мысық, адам. Назарларыңызға рахмет. Всем спасибо за внимание. Сау болыңыздар.